Мына біздің қазақ атамыздан қалған өте қасиетті бір дәстүріміз бар. Ол дүниеге ұрпағымыз келсе, оларға жеті атасын жаттатып, құлағына құйып, қандай тектен шыққандығын үйретіп жатамыз. Бұл өте үлкен, баға жетпес дәстүр деп атасақ кем айтпаған боламыз. Соның қасиеттілігін, соның маңыздығын біздерге ата-бабамыз жеті атасын білмеген жетесіз деп бекерге айтпаса керек. Бірақ қаншалықты бұл қасиетті болғанымен, таяқтың екі ұшы бар дегендей, сол қасиетті тұсын ұстамай, керісінше адамға зиян беретін тұсын ұстап, жүрегіне дерт ретінде кіргізген сондай бір адамдарды кездесіп жатамыз. Ол қандай тұс? Ол рушылдық. Осы рушылдыққа біздің алаш көсемдері қалай қарады? Олардың өздерінің бастаған істерінің аяғына бармауы деп айтпасақ та, толығымен кемеліне жетпеуіне негізінен түрткі болған бір фактор да осы рушылдық болады. Өйткені осыған дөп басып мақала жазған Мұстафа Шоқай бекерге мақаласында бұндай сөзді қыстырмас еді. Ол мақаласы большевик батыр болған Амангелдінің ақиқаты деген бастаумен жазған еді. Бұл Мұстафа Шоқай таңдамалы екі томдық кітапта баяндалады. Онда Мұстафа Шоқай Амангелдінің нағыз сипатын баяндайды. Біз оған араласпай, осы рушылдыққа байланысты айтылған тұстарын баяндайтын болсақ, сөзін былай бастайды. 1917 жылы ұлт-азаттық көтеріліс басталды. Сонда Түркістан түріктерінен тыл жұмысына, яғни майданға адам алу тоқтатылды. Торғай өңіріне Әлихан Бөкейханов комиссия болып тағайындалған болады. Сонда Әлихан сол Торғай өңіріндегі кісілерді бейбітшілікке шақырып, осы көтерілісті тоқтатыңдар, адамдықпен, адамдық сипатпен келісімге, бітімге барып, таза өмір сүрейік деп жанайқайын шығарған болады. Оны жалғыз өзі істеген жоқ дейді. Қасында қаламгер екі бірдей досы болды. Бірі Ахмет Байтұрсын, екінші Міржақып Дулат болатын. Олар да осы елді игілікке шақырып, жақсылыққа шақырып, бірігейік, бірігіп іс қылайық, бейбітшілікпен шешейік деген болатын. Сонда Торғай өңіріндегі Арғын руынан болғандар Міржақып пен Байтұрсынды тыңдады. Не үшін? Өйткені Ахмет Байтұрсынұлы мен Міржақып Дулатұлы Арғын руынан болатын дейді. Ал өздерінің хан сайлаған Абдығаппар мен Амангелді Қыпшақ руынан болғандықтан олардың сөздерін тыңдаған жоқ дейді. Осыдан бастап, орыс отаршыларына сол кезде бірігіп шапқан қазақтар осыста екі бөлікке бөлінді де қалды дейді. Бірі Арғын, екінші Қыпшақ болып. Сол кезде мына көтеріліс аяқталғаннан кейін Ресейден кезінде келген орыстар қайтадан еліне қайтады деген қауесет тарай бастады дейді. Сонда екі ру осылардан қалған жерді бөлісумен әлек болды. Ол деген дейді Мұстафа Шоқай айтады, тірі жүрген аюдың терісіне таласқанмен бірдей болды дейді. Қандай сипатпен сипаттаған. Сонда жаңағы Абдығаппар мен Амангелді Қыпшақ руынан шыққандықтан арғындарға тізе батыра бастады. Сол кезде өмірінде рушылдық қасиет не екенін денелеріне сіңдірмеген, қандарын айналдырмаған Міржақып пен Ахмет Байтұрсынұлы арғындардың басшысы ретінде өздеріне бір тоң пішкендей солай санап алды дейді. Ал оларда ондай ой болған жоқ еді дейді. Ахметов пен Міржақыпта. Сөйтіп 1917 жылы жалпы қазақ съезі өткен екен, құрылтайы өткен екен. 1918 жылы, келесі жылы мен Торғай өңірін аралауға келдім дейді. Рушылдық дертіне қатты шалдыққаны сондай, жаңағы Абдығаппар мен Амангелді маған сенімді адамдарын жіберіп, менің Қыпшақ рудан шыққанымды есіме түсіріп дейді. Төреден шыққан Әлиханға жаңағы Арғыннан шыққан Ахмет пен Міржақып Дулаттарға қарсы біздерге саяси көшбасшы болыңыз деп ұсыныс жасады. Мен бірден бұны қабылдамадым дейді. Өйткені Түркістаннан шыққан түрік баласы үшін дейді. Түркістанның туын көкке көтерген
ер үшін бұл өте қауіпті нәрсе болатын. Түріктерді бөлшектеп, оларға тікелей өлімге айдау жолы болатын мен сездім дейді. Яғни Мұстафа Шоқай не деп жатыр? Рушылдық нағыз өлімге алып баратын дерт дейді. Бұны не үшін айтты? Олар тарихты жақсы білді да. Тарихын білген адам сол рушылдықтың қандай ауру екенін біледі. Мына Мұхаммед Хайдар Дулати деген өте мықты тарихшы кісі бар. Өзінің Тарихи Рашиди деген кітабын баяндама салдың ең кіріспесінде тарих дейді. Бұл ата-бабаларымыздың дүние танымы дейді. Яғни тікелей айтып тұр. Тарихты оқысаң, ата-бабаңның дүние танымына барасың. Олар қалай өмір сүрді, соны білесің дейді. Ал енді шынымен де біз тарихымызға үңілейікші. Осы 300-дің басы бірікпей жатып, олар жүзге бөлініп, рушылдыққа белең алып, қалмақтың қырғынына ұшыраған жоқ па? Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама деген сондай қасіретті жағдайлар біздің басымызға неден келді? Айтпесем бізде сондай мықты батырлар бар еді. Кенесарының басы не үшін кетті деген сияқты мәселе ғой. Ал енді Абылай хан тұсында 300-дің басын біріктіріп, бір тудың астына жинаған кезде біз қандай бақытқа қол жеткіздік? Бұны біздерге тарихи факторлар анығымен көрсетіп жатыр. Мұстафа Шоқайдың айтпағы болғаны, рушылдық болайық дегені, у ішіп алайық дегенмен бірдей дейді. У ішесің, өлесің де қаласың болды. Сондай нәрселерді қазір күнімізде көріп жатырмыз. Жұмыс орындарында танысады екі адам бір-бірімен. Егер аталас болып шықса, о, менің бауырым екенсің деп құшақ жайып қарсы алады. Оған деген мәмілесі басқаша болады. Ал үшінші адам тұрады қасында. Ал оған ата тегі бірікпейді ғой. Ал оны жат санайды. Абай атамыз айтпай ма? Біріңді қазақ, біріңді дос, көрмесең істің бәрі бос дейді. Істеп жатқан ісіңнің барлығын жоққа шығарады Абай атамыз. Егер бір-біріңді қазақ деп танымасаң, Мұстафа Шоқай айтып жатыр ғой, қазақ мықты болам дейсің ба дейді. Ұлтшылдық былай тұрсын, рушылдықтың өзін абайлап қолдан дейді. Жаңағы мақаласында айтқан Мұстафа Шоқай. Маған дейді, арғын, қыпшақ деп бөлінуден оны айтпаса да, түрік, татар, өзбек деп бөлін десең де бөлінбейтін едім дейді. Өйткені ол жалпы түрік қоғамына балта шабу. Осы тұста ол кісі толеранттылықты ұстады десе болады. Өйткені ел мүддесі үшін, сен елді қорғау үшін, елің жақсы болам десең, кей кезде толеранттылыққа барып, басқа да ұлттарға құрмет көрсетуің керек. Алаш тұлғалары осыны үндеген болатын. Ал енді осы еліміздің ынтымағын, бірлігін бұзатын осындай үлкен дертке Мұстафа Шоқай қандай пікір айтқысы келді? Ол кісінің айтпағы болған, жаңа айтқанымыздай, бұл елдің тамырына балта шабатын үлкен ауру, қасірет. Бұдан енді біз қалай құтыламыз? Одан құтылу үшін біз ата-баба тарихын жақсы зерделеп оқуымыз керек. Олар қандай тұста игілікке жетті, қандай тұста қасіретке ұшырады. Осыны зерделеп білсек, біз құтылудың бір жолына көшеміз. Екінші жолы бұл ата-бабамыздан келе жатқан шариғат жібін жалғастыру, шариғатты дұрыс ұғыну. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл індетке тікелей жауап береді. Кімде-кім өзіне қалаған дүниені мұсылман бауырына қаламайынша дейді. Қараңыз. Өзіне қалаған дүниені кіші жүзге, өзіне қалаған дүниені орта жүзге, өзіне қалаған дүниені ұлы жүзге қаламайынша деп жатқан жоқ. Мұсылман бауырына, жалпы мұсылманға қаламайынша, ұлтына бөлмей, ұлысына бөлмей айтып жатыр. Толық иман келтірген бұл есептелмейді дейді. Біздің иманымыздың әлсіздігін көрсетеді екен осы. Ал сенің иманың берік па? Онда сен ананы арғын деп, ананы қыпшақ деп, мынаны кіші жүз, мынаны ұлы жүз, мынаны орта жүз деп бөлмейсің дейді. Бәріне бірдей қарайсың дейді. Осыны осылай ұстайтын болсақ, біз сол кезіндегі Абылайдың тұсына ораламыз. Абылайдың тұсында қазақ қандай бір бақытқа жетті. Сол бақытты қазірде біз орната алады екенбіз да. Ал оны жаңағы індетті жүрегімізден шығарып тастаумен ғана сондай бақыттарға қол жеткіземіз. Баршамызға Құдай тағала осындай індеттен арылып, тек қана
бауыр ретінде қарауды нәсіп етсін дейді.